Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Назарларыңызға қашықтықтан ұйымдастырылған 6 сыныптың әдебиет сабағын ұсынамын. Сабақтың тақырыбы «Тортай мінер ақбозат». Тақырыбы идеясы, автор бейнесі және кейіпкер. Бүгінгі сабағымызға негізделген оқу мақсаты шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасау, эпикалық поэзиялық шығармалардағы автор бейнесін анықтау. Сабағымызды бастамас бұрын ой қозғау сұрақтарына жауап берейік. Жусан иісі шығармасының авторы және кейіпкерлері кім? Оралхан Бөкей кім және қандай шығармаларын білесіздер? Типтік бейне және автор бейнесі дегеніміз не? Жарайсыздар оқушылар, ой қозғау сұрақтарына тамаша жауап бердіңіздер. Оқушылар, назарларыңызды бейне материалға аударып, мұқият тыңдаңыздар. Оралхан Бөкейдің барлық шығармаларында кездесетін тұрақты тақырып ортақ желі бар. Ол адам мен табиғат. Олардың ертеден туыстығын, тұтастығын жазушы тап басып тани біледі. Сүйсіне суреттеп, жарқыратып жазады. Оралханның көптің көкейіндегісін тап басып, айрықша сүйіспеншілікке бөленуі, атының алыс елдерге танылуы да осынау шығармашылық шеберлігінің жемісі. Көркем әдебиетте туған жер табиғатының өзіндік із-өрнек айшығын кестелеп қалдырған жазушының тағы бір ерекше шығармасы «Тортай мінер ақбозат» әңгімесі. Әңгімеде Тортайдың бастан кешкендері, соғыстан кейінгі қайғы қасіреттері баяндалған. Мысалы, Тортайдың әжесімен ауылға қоныс аударуы, балалардың Тортайға сіңісуі, әкесінің қаза табуы. Шығарма кейіпкерлері. Тортай, әке шешеден тым ерте айырылып, алыстан қосылар аталастарының есігінде жүретін 14 жастағы бозбала. Қой аузынан шөп алмас жуас, құлағының сәл мүкісі бар болғанымен, балалардың арасында білгіш және басқалардан ерекшелігі бас алмай кітап оқи беретін. Тортай ойынан ертегілер шығарып, балаларға айтып береді. Фермердің баласы. Бақуатпын деп мұрнын көкке шүйірмейтін, басқа балалармен өзін тең көретін қамқор адал дос. Балалар Тортайдың сол ауылға сіңісіп кетуіне көмек берген кеңпейіл адал достары. Оқушылар, шығарма бойынша жұмыс жасаймыз. Бірінші тапсырма. 2 түрлі түсініктеме күнделік арқылы жүзеге асады. Әңгіме мазмұны бойынша өз көзқарасыңызды жазып, негізгі эпизодты анықтаңыз. Жарайсыздар оқушылар, екінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Екінші тапсырма. Автор бейнесін білдіретін сөздерді табыңыздар. Автор нешінші жақтан сөйлейді, не себепті? Үшінші тапсырма. Сіздерге берілген кесте бойынша әңгіменің тақырыбы мен идеясын анықтаңыздар. Шығарманың сюжеті бойынша жоспар құрып талдаңыздар. Оқушылар, біз сіздермен Тортай мінер ақбозат тақырыбы идеясы, автор бейнесі және кейіпкер тақырыбын өте отырып, шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасап, эпикалық поэзиялық шығармалардағы автор бейнесін анықтадық. Оқушылар, бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңіз туралы ашық микрофон әдісі арқылы білдірулеріңізге болады. Оқу тапсырмасына шығарманы композициялық құрылысына талдау ұсынылады.